Кәмелет жасқа толмаған сотталушыны түсінген бойынша ешқандай талап тілек қоймайсыз, дұрыс па? Ешқандай талабым жоқ. Ал басқа сотталушыларға өздеріңіз пікіріңізді айтсаңыз. Енді былай айтатын болсақ, жалпы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан деді ғой. Мен әділетті шешім күтем болғаны. Ешкімге жала жауып, ешкімнің ақ қарасы, ешкімнің ешқандай ақшасы керек жоқ. Тек жаңа келіп кетіп жүрген ана жігіттер болсын, басқасы болсын, менің отбасым ешкім мазаламасын. Жеке әңгімелерім болса, мен өз сөзіме, өз іс-әрекетіме қайсына болса да жауап бере аламын. Ал баламның қанын төккен, бұл жерде. Жақсы. Тыңдаңыз, сот мырза, баламның қанын төккен, олар жауап беру керек. Рахмет.